Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тығыздық және оның табиғатын анықтау. Дененің тығыздығын анықтау әдісіне сипаттама беру. Тығыздықтың халықаралық бірліктер жүйесінде өлшем бірлігін білу. Заттың тығыздығына массасы мен көлеміне тығыздық тең масса бөлінген көлем формуласы арқылы есептер шығару. Күнделікті өмірімізде айналамызға қарасақ түрлі денелерді көреміз. Кез келген дененің өзіне тән тығыздығы бар. Алдымызда бірнеше материалдан жасалған денелер берілген. Шыны ыдыс, фарфор құмыра, ағаш бұйым, күміс сақина, алтыннан жасалған қазан, пластмассадан жасалған ыдыстар берілген. Біздің ойымызша, заттың массасы тығыздығына тәуелді ме? Ендеше көлемдері бірдей, бірақ әртүрлі материалдан жасалған екі цилиндрдің массасын салыстырайық. Темір және алюминий. Цилиндрлерді таразға салып өлшеп көрейік. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, темір цилиндрдің массасы алюминийге қарағанда ауыр. Темірдің массасына МТ, алюминийдің массасына МА деп белгілейік. Ал олардың көлемдерін сәйкесінше ВТ және ВА деп белгілейміз. Яғни ВТ тең ВА және МТ үлкен МА. Сонымен көлемдері бірдей, әртүрлі материалдан жасалған денелердің массалары әртүрлі болады екен. Мысалы, алтын, темір, су, қарағай, тіпті газдар мен сұйықтардың бірдей көлемдегі массаларының да айырмашылықтары болады. Бұның себебі неде екен? Затты құраушы бөлшектердің де бір-бірінен өзгешелігі бар. Олардың көлемдері әртүрлі, орналасуы да бөлек. Бір-бірінен әртүрлі қашықтықта орналасқан. Сондықтан бірдей көлемдегі денелер де бөлшектердің мөлшерлері әртүрлі болуы мүмкін. Яғни, сол бөлшектер дененің массасын анықтайды. Одан шығатын қорытынды бөлшектері тығыз орналасқан денелердің массасы да ауырлау болады. Басқаша айтқанда, тығыздау дене әрқашан ауыр. Тығыздық заттың көлеміне сәйкес массасын көрсетеді. Мысалы, 1 куб метрдегі темірдің тығыздығы 7800 кг. Ал енді бір есепті қарастырып жіберейік. Көлемі 2 метр куб мұздың массасы 1800 кг. Бізге 1 куб метрдегі мұздың тығыздығын табу керек. 1 куб метрдегі мұздың тығыздығын табу үшін біріншіден мұзды қақ ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Сонда 1 куб метрдегі мұздың массасы 900 кг. Ал 1 куб метрдегі мұздың тығыздығы 900 кг бөлінген метр куб болады. Сонымен заттың тығыздығын табу үшін заттың массасын дененің көлеміне бөлеміз. Заттың тығыздығы гректің ро әрпімен белгіленеді. Заттың тығыздығы дененің массасының көлеміне қатынасымен анықталатын физикалық шама. Ро тең болады М бөлінген В формуласын жазып, жаттап алайық. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі тығыздықтың өлшем бірлігі 1 кг бөлінген метр куб. Сонымен алтынның тығыздығы 19300 кг бөлінген метр куб. Темірдікі 7800 кг бөлінген метр куб. Судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб. Қарағайдың тығыздығы 400 кг бөлінген метр куб. Ауаның тығыздығы 1,3 кг бөлінген метр куб. Практикада тағы бір көптен қолданылатын тығыздықтың өлшем бірлігі 1 грамм бөлінген сантиметр куб. Ал енді кестені қарастырайық. Алдарыңызда судың 3 түрлі күйіндегі сұйық, газ, мұз күйі, яғни қатты күйіндегі тығыздықтар берілген. Неліктен судың 3 түрлі күйіндегі мәндері әртүрлі? Шынымен де дененің агрегаттық күйі сол дененің молекулаларының орналасуымен анықталады. Бұл жерден шығатын қорытынды бір заттың тығыздығы әртүрлі агрегаттық күйде әртүрлі. Сонымен сабақты қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта тығыздық деген жаңа ұғыммен таныстық. Оның өлшем бірлігін, белгіленуін, әртүрлі денелердегі заттың тығыздығы қалай анықтауға болатындығымен және формуласымен таныстық. Тағы да бір үйренгеніміз,
Заттың тығыздығы әртүрлі агрегаттық күйде әртүрлі екендігі. Сонда тығыздық молекула массасына және молекула арақашықтығына тәуелді. Енді балалар, сендерге мынандай есеп беремін. Массасы 5,3 грамм, көлемі 5 сантиметр куб болатын пластик кесектің тығыздығын есептеңіз. Қандай ағаштың тығыздығы осыған сәйкес келеді? Қане балалар, өзіміз орындап көрейікші. Өз жауаптарыңды тексеріңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта зат тығыздығының физикалық мәнін түсіндік. Тығыздықты есептеу формуласын білдік. Осы формуланы пайдаланып, есептер шығаруды үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.